мына кезінде осындай қиын жағдайға қарасаңыз, мысалы бізде Ахмет Байтұрсыновты абақтыға қамап қойған кезде, сонда анасына хат жазады. Босап қалатын шығарым, біраз уақыттан кейін босап қалатын шығарым, анама жолығатын шығарым деген ойда болады. Алайда абақтыда ұзақ болғаннан кейін ертең тағы да өлтіріліп кетем бе, атылып кетем бе, анама хат жазайын деп сонда хат жазады. Сонда анасына жазған хатында осы пайғамбарымыздың Абу Бәкір екеуінің жаңағы шығып баратқандағы, сахабалардың шығып баратқан кезіндегі сол сезім тұр ғой бойында, сол Алласы, сол шындық тұр. Өзіңіз қараңыз. Сонда анасына жазады: қарағым, дұға көйім, қамқор анам. Дұға көй деген сөзінен түсінесіз, анасының 5 уақыт намазы, әрдайым баласының сыртынан дұғада отырған. Қараңыз қандай тәрбие болған. Сонда қарағым, дұға көйім, қамқор анам дейді. Сонда мына несінде жаңағы екінші сөйлемінде арнап хат жазайын деп алдым қалам дейді. Анасына хат жазып отыр. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, кездесуге жаза көр, хақты қалам дейді. Хақ тағалам дейді. Қараңыз, сенім қандай нәрсеге негізделіп отыр? Шындыққа. Сонда арғы жағындағы сөзінде айтады: бара алмай өтірікші болдым мен әбден. Яғни саған барам деп кездесем деп өтірікші болдым мен әбден дейді. Семейдің түрмесінде отырып алаң. Семейдің түрмесіне отырып қамақ қойған кезде. Енді мына нәрсені қараңыз. Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ балаңның дейді. Сол кездерде абақтымен өзі асылдар ғана бейім болған екен ғой. Түсініз ба? Асылдар. Мағынаны көрдіңіз ғой қандай нәрселерге. Ең дүзулер отырған екен да. Сонда мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ дейді. Сол залым, сол кездегі залым өкіметтің зомбылығы барма шараң дейді. Қамап қойған кезі да. Сосын үмітін айтады: үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп, жәннатқа да тарам-тарам. Қараңыз, мақсаты не? Жәннат. Жәннатқа әртүрлі жолдар бар екен. Маған таңдаған осы шығар дейді Алланың. Абақтыда отырғаны. Ақиқат ішінде. Оқтиып 13-імде ой түсірді дейді Алла Тағала. 13 жасымда мен ойлана бастадым дейді, елдің қамын дейді. Қараңыздар, елдің қамын 13 жасымда ойлана бастағам дейді мен. Сол нәрсені. Бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Мына халықтың бақытын қалай жасайым деген жарам әлі шешілген жоқ дейді мен. Жаңа абақтыда отырған кезінде де. Сосын мына нәрсені қараңыз, өте үлкен мағынаны айтады да бұл жерде. Алданып тамағыма, тамақ жеп жүрміз ғой енді біз. Алданып тамағыма оны ұмытсам, халықтың дүниедегі, ақыреттегі бақытын ұмытатын болсам мен егер дейді. Тамағымды жеп, өзімен осы жұмысым жүріп атқандай дейді да. Болғандай жегенімнің бәрі харам дейді. Мақсатсыз, еліңнің жаңағы дүниесі мен ақыретінің бақыт үшін өмір сүрмеу, сөйтіп тамақ жеп жүре беру деген нәрсенің өзі болғандай жегенімнің бәрі харам деп отыр ғой. Қараңыз қандай мағыналар болған осының басында. Адамнан туып адам ісін істемей, мына сөзіне қараңыз еді. Адамнан туған соң адамның ісін істемей дейді. Ұялып дейді. Не бетіммен көрге барам дейді. Құдаймен жолығатынын айтып отыр. Қай бетіммен көрге барам дейді. Сосын тағдырға деген иманын айтады. Қаламда лаухул мафхуз ұмытқан ба? Жазбапты бұл орынды көрмесіме. Абақтын айтып отыр. Алла жазбапты дейді. Бұл орынды көрмесіме. Яғни көруімді жазған екен дейді. Қаңбақпен салмағың тең бұл бір заман. Бүгін мұсылман деген нәрсе өзін айтып отыр ғой. Пайғамбарымыз не істеп отыр? Қуып отыр ғой. Қаңбақпен тең салмағың бұл бір заман дейді. Лажы жоқ, жел айдаса ермесіңе дейді соған. Алып кетіп баратқан нәрсе. Сонда айтады, жаңағы ең соңғы сөзінде айтады: тайпалған талай жорға, талай тұлпар, тағдырдың кез болып тұр кермесіне. Әрбір